Бұл бір-бірін жақсы көрсе де, тіпті бірге ұйықтаса да, өз қызметшісіне ғашық болған бай әйелдің оқиғасы. Бірақ оның атасы олардың қарым-қатынасына қарсы. Өйткені ол ер адам қызды өз пайдасына пайдаланып жатыр деп есептейді. Бұл қыздың есімі Конг Гена және ол Азиядағы ең ірі компанияның жалғыз мұрагері. Өзінің байлығымен және талантымен танымал болумен қатар, Гена өзінің тәкаппарлығымен және болжауға болмайтындығымен де танымал. Ол онымен келіспейтін кез келген адамды ренжітуден тартынбайды. Тіпті оған жақындауға тырысатын кез келген ер адамды ұрып, соғуға немесе жерге құлатуға батылы жетеді. Оның сәнді сарайында Генаға ондаған қызметшілер мен көмекшілер қызмет көрсетеді. Олар оған тәулігіне 24 сағат бойы көмектесуге дайын. Өмірінде ештеңесі жоқ болса да, Гена ешқашан қанағаттанбайды және үнемі қызметшілерінен кемшілік іздейді. Бұл қазірдің өзінде есептелген. Гена жеке көмекшілерін ондаған рет ауыстырды, бірақ олардың ешқайсысы табысқа жете алмады. Ақыры олар масқара болып, жұмыстан шығарылды. Оның бір кездері тәкаппарлыққа толы күндері оның өміріне Дон Чанмен бірге келуімен кенеттен өзгерді. Дон Чанның көп жұмыс істейтіні және көптеген қиындықтарға тап болатыны белгілі. Анасының медициналық шығындарын төлеу үшін Дон Чан одан жиі ақша бопсалайтын қатыгез несие акуласынан қарыз алуға мәжбүр болды. Бұрын Дон Чан тіпті барда ер ойын, сауықшы болып жұмыс істеген, бірақ қазір ол даяшы болып жұмыс істеу, тәтесінің гүл сататын дүкенінде жеткізуші болып жұмыс істеу сияқты жақсы жұмыстарды таңдап жатыр. Бір күні ол тіпті шіркеуде уағызшы болғанға дейін. Олардың алғашқы кездесуі Гена абайсызда көлік жүргізіп келе жатып, кенеттен қызыл шамға тоқтап, Донг Чан басқарған пикапты кесіп алған кезде басталды. Бұл жүк көлігінің кенеттен істен шығуына әкеліп соқтырды. Соның салдарынан Донг Чан жеткізіп жатқан гүлдер құлап, барлық жерге шашырап кетті. Екеуі көше ортасында төбелесіп қалды. Өйткені Гена Донг Чаннан кешірім сұраудан бас тартып, аузын жабу үшін оған ақша лақтырды. Ақшаны қабылдаудың орнына өзін қорлық сезінген Донг Чан одан бас тартып, Генаны полиция бөліміне апаруға шешім қабылдады. Генаның полиция бөлімшесінде күтуден жалыққанын көрген оның адвокаты Донг Чанға бейбітшілік үшін ақша ұсынбақшы болады. Донг Чан 50 миллион вон сомасы туралы естігенде бір сәт аң-таң болды. Бұл оның өлімінің жалпы сомасына дәл сәйкес келетіні белгілі болды. Өзінің кінәсіз екенін сезген Донг Чан бұл ұсынысты әлі де құлықсыз қабылдады. Ақырында Гена оны алаяқтық жасады деп айыптап, сотқа жүгінуге шешім қабылдады. Өкінішке орай, тіпті сотта Гена кінәлі деп танылды. Жаза ретінде Гена 150 сағаттық қоғамдық жұмыстарға тартылды және айыппұл төлеуге мәжбүр болды. Конгломераттың қызы болғандықтан, Гена бұқаралық ақпарат құралдары оның мал қораларын тазалау сияқты өте жиіркенішті жұмыстарды атқарып жатқанын жариялаған кезде өзін қорлық сезінді. Бұл арада Донг Чан сотта жеңіске жеткенімен, әлі де ақша табу үшін күресіп, такси жүргізушісі болып жұмыс істей берді. Мемлекеттік қызметті бітіргеннен кейін Гена Суа есімді немере ағасымен жанжалдасып қалды. Ол оны үнемі ренжітетін және қызғанатын. Суа және оның отбасы мұрагер ретінде Генадан құтылудың жолын табуға тырысты. Ренжіген Гена одан кек алу үшін Дон Чанды табуға шешім қабылдады. Ол алдымен оған таксиге тапсырыс беріп, Дон Чан оны қудалап, ұрлап әкететіндей әрекет етті. Бұл оқиға Дон Чанды полицияның тұтқындауына әкелді. Дон Чанның немере ағасы Ви Цю оны полиция бөлімшесінен босатуға тырысты. Бақытымызға орай, Генаның атасы бұл оқиға туралы біліп, оның босатылуын қамтамасыз етті. Гена әлі күнге дейін Дон Чанды үйден шығаруды сылтауратып, тәтесінің үйінен қуып шығаруға тырысты. Ақыры, Ведидің анасы үйден тез арада кету керек деген хабарды естігенше. Шынымды айтсам, Донг Чан қатты ренжіді және оның қарсыласы билікке ие қатыгез әйел екенін түсінді. Донг Чан түні бойы ішуді жалғастырды және ұйықтамады. Келесі күні таңертең барлық шешімін жинап, Донг Чан Генаның үйіне баруға батылы барды. Өте үлкен үйге жақындаған Чанның үйін Генаның 3 оққағары жауып тастады. Ол мәжбүр болғанша ішке кіру үшін олармен күресуге тура келді. Тыныш және әдемі саябақта Донг Чан күтпеген жерден бағбан деп қателескен адамды кездестірді. Алайда, оны таң қалдырғаны, бұл адам Конг мырза есімді Генаның атасы болып шықты. Конг мырзаның алдында Донг Чан қызға әдептілікке үйрететінін
және егер Гена басқаларға жамандық жасаса, саусақтарын сындыратынын мақтан тұтты. Генаның көзқарасын өзгерткісі келген атасы немересін бірден үйіне қамап тастады. Гена қатты ренжіді. Өйткені ол шынымен де шетелге демалысқа кетуді жоспарлаған болатын. Кетер алдында әуежайда Генаны кенеттен оның жігіті болып көрінген Донг Чан сүйреп апарды. Ол қарсылық көрсете бергеніне қарамастан, Донг Чан оған мән бермеді және бәрібір Генаны көлігіне сүйреп апарды. Гена Донг Чан одан кек алады деп ойлады. Қыз қасынан өтіп бара жатқан полицейді көмекке шақыра берді. Алайда полиция көлігі оны елемей, оның орнына Ведидің үйіне қарай бет алған болып шықты. Бұл кезде Чанның үйінің көлігі үлкен үйге тоқтағанша қозғала берді. Белгілі болғандай, Донг Чан атасының бұйрығымен Генаны үйіне әкелген. Гена шошып кетті және атасының мұның бәрін жоспарлағанына сене алмады. Барлық қызметкерлерге Донг Чан өзін Кан мырза тікелей тағайындаған жаңа жеке көмекші ретінде таныстырды. Бұл Генаның жеке күзетшісі болған алғашқы күн болды. Қыз Донг Чанға қиянат жасады. Менеджер Чан да одан бас тартты. Алайда президент Кан оларды Донг Чаннан кетуге көндіруге тырысты және оның рұқсатынсыз оны ешкімнің жұмыстан шығаруына жол берілмейтінін түсіндірді. Ал Кун аға күтуші ретінде Донг Чанға қажет нәрсенің бәрін басқара бастады. Оның оққағар ретіндегі міндеттері өте ауыр болды. Донг Чан Генаға 24 сағат бойы қамқорлық жасауы керек және оның не қалайтынын білуі керек. Оның өмірі бақыланып жатқанымен келіспей, Гена әрекет ете бастайды және Донг Чанды ыңғайсыз сезінуге тырысады. Гена оған жекпе-жек өнерімен айналысып жүргенде телефон соғып, ағаш қылышпен бірнеше рет ұрған. Бұл ғана емес, Гена оны қорлауды жалғастыруда және жақын арада одан құтыламын деп қорқытуда. Донг Чан бас күтуші қызметіне қабылданғаннан кейін, ол тәтесі мен Вейцуден ол үшін алаңдамауын өтінді. Өйткені оның жұмысы қазір жақсы төленеді. Донг Чан несие акулаларына барып, қарызын 2 айдың ішінде өтейтініне сендірді. Ол менмендікпен Генаның жүрегін оңай жаулап алатынын айтты. Өйткені ол бұрын сүйкімді ойын сауықшы және азғырудың маманы болған. Мерзімі өтіп кеткендіктен, жалғыз акула Донг Чаннан 2 есе көп ақша төлеуді талап етеді. Ал егер олай болмаса, ол әлдеқайда қатаң шаралар қолданады. Донг Чанның оққағары болғанына ыңғайсызданып, Гена атасының оны жұмыстан шығаруына себеп іздеуді жалғастырды. Отбасылық түскі ас кезінде Гена әдейі асхана қызметкерлеріне тамақ дайындауды тоқтатуды және қонақтарға барлық тағамдарды қою үшін Донг Чанды жалғыз қалдыруды бұйырды. Гена оған қатал қарағанына қарамастан, Донг Чан асхананың бас қызметшісі ретінде қолынан келгеннің бәрін жасауға уәде берді. Барлық күш-жігері мен шектеулілігіне қарамастан, Донг Чан шақырылған қонақтарға дәмді тағам дайындап үлгерді. Көрермендер алдында Донг Чан ерекше және иллюзиялық дәмі бар ерекше қуырылған күрішті ұсынды. Ол қонақтарды өзінің тамаша сөйлеу мәнерімен таңғалдырды. Келесі күні таңертең Гена әбігерге түсті. Өйткені ол атасының оны үйленуге көндіргеніне ренжіді. Оған ат жарысына қатысуға тыйым салынғанына қарамастан, Гена Донг Чанның сүйемелдеуімен сонда да барды. Кенет Гена бұрынғы жігітіне қатты ұқсайтын сымбатты жігітті көрді. Ол жас жігітке қарауға көп көңіл бөлгені сонша, ол өзінің қауіпсіздігін мүлде ұмытып, өтіп бара жатқан шабандоздың дөңгелегінің астына түсіп кете жаздады. Бақытымызға орай, Донг Чан Генаны соққыдан тез құтқарды. Шамасы, Гена атқа мініп, біраз қашықтыққа жүгіру арқылы ер адамның көлігін қуып жетуге тырысады. Алайда, ақырында Гена қатты ренжігендіктен көзіне жас алуға мәжбүр болды. Өйткені ол қуған адам оның бұрынғы сүйіктісі емес, Ли Таун есімді адам болған. Таун заңгер мамандығына берілген Юзан Групп конгломератының ұлы. Компанияны басқаратын үлкен ағасынан айырмашылығы, жоғары білім алған Таун аз қамтылғандардың мүддесін қорғау үшін отбасынан алыста қарапайым өмір сүруді жөн көрді. Ол бұған дейін Сүйдің әкесімен қиындыққа тап болған. Өйткені ол мәдени қорық аймағында салынуы тиіс Консен тобына тиесілі шығанақта төбе салудан бас тартқан. Генаға қауіп төндіретін ат жарысы оқиғасын менеджер
Чан анықтаған сияқты. Бұл Дон Чанның жұмыстан шығарылуына себеп болды. Жұмыс берушісін қорғауда немқұрайлылық танытты деп есептелді. Алайда, Хина қуанудың орнына шешімін өзгертті және оны әлі де ұзақ мерзімге жұмысқа алғысы келеді. Хина оны азаптауды ұнатпағаны үшін ақталды. Дегенмен Хина Донг Чанның оны ат жарысында құтқарғанына қатты әсер етті. Екінші жағынан, Веджу қазір Суаға тиесілі аяқ киім дүкенінде жұмыс істейді. Оның қажырлы еңбегінің арқасында Суа бұл қызды шынымен жақсы көреді. Өйткені ол әрқашан оның аяқ киім дизайнын мақтайды. Осы уақыт ішінде Суа мақтауды аңсайтын және тіпті ең кішкентай сынды қабылдаудан бас тартатын адам болды. Немересінің тезірек үйленуін қалайтын басқарма төрағасы Канг Гиенаны Ясонг Групп иесінің ұлы адаммен таныстыруды жоспарлап отыр. Кездейсоқ Таун гольф төбесінің құрылысын тоқтату үшін президент директор Кангпен де кездескісі келеді. Үнемі салыстырылатынына ренжіген Гиена қашып кетуге тырысады. Бірақ Донг Чан оны көндіруді жалғастыруда. Донг Чан атасы өзін тыныш сезіну үшін Гиенаның күйеу жігіттің жүзін бір рет көргенін қалайды. Күні кеше күйеу жігіттің бетінен ұрмас бұрын Гиена алдымен Донг Чанның бетінен ұрғысы келді. Алайда ол оны ұрып соғуға дайындалып жатқанда, Таун оны кенеттен тоқтатып, бұл заңсыз екенін айтты. Таун жұмыс берушісіне қол тигізгені үшін тым батыл деп есептелгендіктен, Донг Чан одан үзілді кесілді бас тартты. Донг Чанның өзін Гиенаның күйеу жігітімін деп таныстырғанын естіген Таун бір сәт есеңгіреп қалды. Көңілі қалғанын білдіру үшін Гиена Донг Чанды мүмкіндігінше қатты тепкілейді. Ол оған назар аудармаса да, Гиена Таунға өте қызық болып, оны интернеттен іздей бастайды. Гиена Таунның ата-анасы сияқты бизнеспен айналыспағанын, бірақ жалақысы аз заңгер екенін түсініп, оның жұмыс тарихын көргенде біраз таң қалды. Екінші жағынан, Таунға ғашық болған Суа оған жақындауға тырысады. Таун өзінің немере ағасының күйеу баласы болса да, оған бәрібір. Ол тіпті оны өзінің соңғы бутикінің салтанатты ашылуына арнайы қонақ ретінде шақырды. Алайда олар кездеспеді. Өйткені Таун қысқа уақытқа тоқтап, Джогер мырзамен амандасып кетіп қалды. Іс шарада өте сымбатты болып көрінген Гиена Сю өзін ашылықта сезінгенше камераның назарын өзіне аударды. Гиенаны өзіне ғашық ету үшін Донг Чан жалғызбасты акулалардан оқиғадан кейін қызды тоқтатуды сұрады және ол оны фильмдегі кейіпкер сияқты қорғағандай кейіп танытты. Экшн фильмі. Бірақ болған оқиға күтпеген жерден болды. Келгендер жалғызбасты акулалар тобы емес, бұлшық еттері бар бұзақылар екені белгілі болды. Бұзақыларды жас шебер парк басқарған болып шықты. Ол бұған келіспеді. Өйткені кеше Гиена бас тартып, кездесуден кейін оны ұрып тастады. Ашылықта болған Дон Чан оларды сатып алу үшін ұрып соғып кете жаздады. Бірақ бақытымызға орай Таун келіп, оған 3 бұзақымен күресуге көмектесті. Таунның күңін қорғауда қаншалықты батыл болғанын көрген Гиена шынымен ғашық болды. Ол түні бойы ұйықтай алмады. Өйткені ол туралы үнемі ойлайтын. Сонымен қатар, Донг Чанның қарызын өтеу мерзімі жақындаған сайын, ол Гиенаны өзіне ғашық етуге бел буады. Ол романтикалық ән айтып, фортепианода ойнағаннан кейін Гиенаны бөлмесінен шығарып үлгерді. Бұл ғана емес, Дон Чан бұрын Гиенадан оны жөндеуді сұрау үшін бөлмесіндегі кондиционерді өшіріп қойған. Жуынатын бөлмеде ол романтикалық түнді елестетіп, жас ханымды сүюге дайындалып жатқан. Алайда оның жоспарын үйдегі бейнебақылау камерасын көруге келген менеджер Чан бұзды. Келесі күні таңертең Гиена Таунның адвокатының кеңсесіне барып, оған бірнеше қолтаңба заттарын сыйға тартты. Әрине, бұл Тангсфолға деген құрметтің белгісі болды. Өйткені Тион оны қуана қабылдаудың орнына оны идеалистік және адал заңгер ретінде бұзақылар тобынан құтқарды. Таун Гиенаны ренжіткен сыйлықты қайтарып алғаны белгілі болды. Таун сыйлықтан бас тартумен қатар, Гиенаны өз байлығын басқаларды бақылау үшін пайдаланбау керектігін айтып, оны мазақ етті. Өйткені ол пара алатын адам емес. Бұл қорлау қызды түні бойы шарап ішіп, сезімін ашқанға дейін қатты ренжітті. Донг Чанның сүйемелдеуімен Гиена көзіне жас алып, оған көңілі қалғанын айтты. Өйткені Таун оның назарын қабылдамады және бұл некеге келіспеді. Алғаш рет Гиена өзінің байлығына байланысты бағаланбағанын сезді. Ол Тионға қысқа уақыт бойы қызығып, оны бұрынғы жігітіне ұқсайды деп ойлағанына өкінді.
ал шын мәнінде олар мүлдем басқаша болды. Бүгін түнде мазасыздықты тек Гиена ғана бастан кешірмейді. Дон Чун Вейцу оның өтірігін анықтағаннан кейін өзін кінәлі сезінді. Осы уақыт ішінде ол өзінің немере ағасына шетелге кетемін деп өтірік айтты. Ал шын мәнінде ол Хиенаның қызметшісі болды. Оны отбасы қатты жек көрді. Келесі күні атасы Хиенаға оның есімі газеттің бірінші бетінде пайда болғаны үшін ұрысып қалды. Ол жаңа ғана өзінің әкесінің компаниясына қарсы шыққан адвокат Таянды қолдау хатына қол қойғанын хабарлады. Бұл түсініспеушілік болды. Өйткені Хиена кеше заң кеңсесінде құжатқа қол қойды. Ол хатта мыңдаған жұмысшыларды жұмыстан шығарған Юсон Group компаниясының әрекеттеріне наразылық білдіру туралы петиция бар екенін білмеді. Хиена Тайонды ұрып соғуға және қорлауға тырысты. Өйткені адвокат одан петицияны қолдауды ешқашан сұрамаған. Соған қарамастан, атасы әлі де Кансен тобының тұрақтылығын жақтады. Немересінің Юсон Group компаниясымен байланысы бар екендігімен келіспей, атасы инвестициясын дереу қайтарып алып, компанияны айтарлықтай шығынға ұшыратты. Хиена бір күн бұрын қойған қолын нақтылау үшін адвокаттың кеңсесіне барды. Шамасы, Тиунның адвокаты бұған келіспейтін ағасымен жанжалдасып жатқан көрінеді. Өйткені Таун Хиенаны өз әкесіне қарсы шығу құралы ретінде пайдаланған. Эмоционалды күйде Таун бөлмесінен шығып, оның жеке істеріне араласпау үшін Хиенаға үреді. Алайда Хиена өзін алыстатпақ болғанда, кенеттен Таун пайда болды және оны қатты қорқытты. Ол Хиенаның оған жақындағанын ұнатпайтынын айтты. Әсіресе ол әкесінің компаниясына араласқанда. Бақытымызға орай, Донг Чан уақытында келді. Ол оны бірден мазақ етіп, Хиенаға дөрекі болмауды ескертті. Таунның көзінше ол жұмыс берушінің жомарт адам екенін және оны қудалауға ниеті жоқ екенін баса айтты. Бұл әйел Юсон Group қызметкерлеріне құқықтарын алуға көмектескісі келеді. Мұны естіген Таун Хиенаға осындай қатыгездікпен қарағанына шын жүректен өкінді. Енді ол жұмсарып, өз әрекеті үшін кешірім сұрағысы келеді. Алайда, өзін масқара сезінген Хиена өзінің ашуын Донг Чанға лақтырып жіберді де, оны қатты теуіп жіберді. Өйткені оның оққағары бір-біріне ұқсамай көбірлей берді және Таюнмен жиі кездеспеуді ескертті. Ол оны анық қабылдамады. Біз үйде болған кезде, тіпті Хиена пайда болғанға дейінде, қызметшілер олардың нағыз истерикаға ұшырайтынын және әртүрлі жүздер жасайтынын алдын ала білген. Олар Хиенаның ештеңені бұзбайтынын, оның орнына оны дұрыс жолға салып, түннің бір уағына дейін жекпе-жек өнермен айналысатынын көріп, біраз таң қалды. Келесі күні Хиена Таун қабылдамаған киімді қайтарып алуға тырысып жатқанда, жас шебер Пакпен қатты ұрысып қалды. Ол бұрын бұзақыларға оның соңынан еруді бұйырған. Қыз оны қатты ұрып жіберді. Нәтижесінде мұрнынан қан кетті. Жас иесі бұл туралы билікке хабарлаймын деп қорқытты. Сол кезде Таян күтпеген жерден пайда болып, өзін Хиенаның адвокаты деп жариялады. Ол жас шеберді бұрышқа бұру үшін бұрылды. Өйткені ол қаскөйлерге Хиенаға зиян келтіруді бұйырды. Мәселе бейбіт жолмен шешілгеннен кейін, Хиена Тәнді кешіруге және жаңадан бастауға келісті. Ол оны мінез құлқымен ренжіткеніне қарамастан, ол енді бұл туралы ұмыта алады. Өйткені ол оған шынымен ғашық болды. Екінші жағынан, Хиенаның Таюнға жақындығын қабылдай алмаған Суа тергеуге тырысты және Вейджадан екеуі туралы ақпарат жинауды сұрады. Қыз Донг Чанға мұқият сұрақ қоя бастады, бірақ оның ағасы жұмыс берушінің адвокатпен ерекше қарым-қатынаста болғанын үзілді-кесілді жоққа шығарды. Хиена мен Таун арасындағы қарым-қатынас адвокаттардың назарын аудару үшін енді ғана басталды. Хиена тіпті қоғамдық автобусқа бірінші рет мінуге дайын. Өйткені Таун ешқашан үйіне көлікпен бармайды. Бүкіл сапарында Хиена өзін бақытты сезінді. Өйткені ол өзі жақсы көретін адаммен бірге бола алады. Таямен қарым-қатынасы қазір атасының қатты бас тартуына тап болды. Дегенмен бұрын олардың некесін атасының өзі ұйымдастырған. Енді атасы Таюнның кәсіпкер емес екенін және әкесінің серіктестігінің жауы екенін білгеннен кейін шешімін өзгертті.
Атасы немересін бүлікші адамға үйлендіруге тәуекел еткісі келмеді. Содан кейін ол Гиенаны Тианның өмірінен аулақ ұстау үшін Америкаға бірнеше жыл ұшып кетті. Оның романтикасына қарсылық білдіргеніне ренжіген Гиена Донг Чаннан Кореяда қалуға көмектесуін өтінді. Өйткені ол Тианнан алыс болғысы келмеді. Донг Чан мүмкіндігінше көмектесуге тырысады. Өйткені егер Гиена Америкаға кетсе, ол автоматты түрде жұмыстан шығарылады. Келесі күні таңертең Донг Чан жоспар құрды. Мысалы, Гиена тәтесінің үйінде уақытша тұру үшін үйден қашып кеткен сияқты. Гиенаның жоғалып кетуі бүкіл үйді дүр сілкіндірді, ал қызметшілер оны іздеу үшін жан жаққа жүгірді. Қыз Гиенаның үйіне гүл әкеліп жатқан Донг Чан апайдың көлігіне кіріп үлгерді. Содан кейін Донг Чан атасы мен менеджері Чанға олардың қарым-қатынасы мақұлданғанға дейін Гиенаның қайтып келмейтінін түсіндіреді. Уайымдаған атасы, егер Гиена Кангсанг групп кеңсесінде бас директор болып жұмыс істеуге келсе, оларға батасын беруге тырысты. Немересі Таюнды шынымен жақсы көретінін талап ете бергеннен кейін, тіпті бүкіл әлем оны тоқтатуға тырысса да, ол үнсіз қалды. Таянмен бірінші рет бірге болу үшін Гиена не істеу керектігін түсінбесе де, Кансен тобында жұмыс істеуге дайын. Ол кеңсеге келе салысымен, циник Сю оны бірден мазақ етіп қарсы алды. Ол тіпті Донг Чаннан Гиена сияқты бақсымен жұмыс істеудің орнына оның оққағары болуын өтінді. Суаның көмекшісі ретінде Веджу атасының немере ағаларына дұшпандықпен қарайтын басшыларынан қатты ұялады. Уақыт өте келе Тайонның Гиенамен жақындасуға деген ұмтылысы арта түскені белгілі болды. Өйткені ол қыздың өзі ойлағандай конгломерат емес екенін сезді. Дәл сол сияқты Гиена да солай сезінді. Ол қаланы қатты сағынды. Дегенмен, Донг Чан тым агрессивті болмауға тырысты және өзінің сүйіспеншілігін көрсетті. Сондықтан Таун оған көбірек қажет екенін сезінді. Ол сондай-ақ Таун қоңырау шалып, кеңседе бос емес екенін айтқан кезде Гиенаның телефонға жауап беруіне тыйым салды және одан шақыру кешіне келе алмайтындай кейіп танытуын өтінді. Балалар үйінің тәрбиеленушілері. Осының бәрінен кейін Донг Чан оны қайырымдылық кешіне апарып, сәл кешігіп келгені белгілі болды. Ол Гиена өте бос емес сияқты әсер қалдырды. Бірақ Таюнға құрметпен келуге әлі де уақыт тапты. Іс-шара кезінде Донг Чан оны мазаламау үшін Гиена одан кітап дүкеніне барып, танысу романдарын іздеуін өтінді. Сол қарапайым кеште Гиена бұл іс-шараны шынымен жақсы көрді және оған өте риза болды. Өйткені Тиан оған махаббат туралы ән айтты. Таза бақыттан Гиена үйге мас күйінде келгенше тоқтаусыз соджин ішуді жалғастырды. Үйге қайтып келе жатқанда, ол Таюнды қаншалықты жақсы көретіні туралы бір-бірінен алшақтай берді. Жас ханымның керемет ұйықтап жатқанын көрген Донг Чан оған қолын тигізуге тырысты, бірақ ол оянып кеткендіктен бас тартты. Гиена көліктен түскенде, ол Таунмен қарым-қатынасында не болатынын және келесі күні не істеу керектігін сұрады. Еш ойланбастан, Донг Чан бірден Гиенаның ернінен сүйіп, жақындасудың келесі кезеңі физикалық байланыс болатынын айтты. Ол жағдайды ұятсыз пайдаланды деп есептелгендіктен, Донг Чанға деген ашуын басуға тырысқан Гиена келесі күні ашуын шығарып, ер адамды ұрып, соққанша таяқпен ұрды. Донг Чан кінәсінен күресе алмады, кешігіп қалды және Чанның менеджерінен қатаң сөгіс алды. Түстен кейін, жұмыстан үзіліс кезінде, Гиена Таун түскі асқа шақырылғанына қатты қуанды. Заңгер ханымның жетім балаларға көмек көрсету қорына 100 миллион вон бөлгені үшін алғысын білдіргісі келеді. Алайда, іс-шара өзінің ерекшелігін жоғалтқаны белгілі болды. Себебі Сю араласып, тамаққа қосылғысы келді. Екеуі де дастархан басында ашуланып, Тиянның назарын аудару үшін қатты күресіп жатқан сияқты. Тіпті әңгіменің ортасында Суатинаны ешқашан шындап жұмыс істемегені және кеңсеге тек формалдылықты сақтау үшін келгені үшін мазақ етті. Жұмыс берушісін қорғау үшін Донг Чан бірден Гиенаның компания үшін өте тиімді құпия бағдарламасы бар екенін айтты.
Күтпеген жерден Суха бағдарлама туралы бірден хабарлады. Кенеттен атасы одан жоспарының нәтижелерін директорлар кеңесіне ұсынуын өтінді. Бұрын тәжірибесі жоқ екенін сезген бойжеткен не істерін білмей абдырап қалды. Алайда бақытымызға орай Дом Чан оған ең жақсы шешімді ұсынды. Гиена жекпе-жек өнерінде өте шебер және одан өзін қудалаудан қорғау үшін әйел қызметкерлерге өзін өзі қорғау оқулығын ұсынуын өтінді. Донг Чан жаттығу жасағысы келетін әйелдерге арналған сөмкенің рөлін ойнады. Ол тіпті Гиенаның өнерін қолдау үшін өзін ұрып соғуға рұқсат берді. YouTube-ке жүктеп салған оның сұлулығы туралы бейне оқулық көрермендерді таңғалдырды. Ал атасы Донг Чанның немересіне қамқорлық жасаудағы шыдамдылығын мақтан тұтып, жоғары бағалады. Алайда Вейцзю Гиенаға қатты ашуланады. Өйткені ол Донг Чанға жиі зорлық зомбылық көрсетеді. Ол немере ағасынан тез арада жұмыстан кетуін өтінді. Бірақ Донг Чан бас тартты. Өйткені ол жетім және жалғызбасты Гиенаға түсіністікпен қарады. Ол Гиенаның зұлым емес екенін жақсы біледі. Ол тым дөрекі. Өйткені ол тым бұзылған. Алған жарақатынан айыққаннан кейін Донг Чан жұмысқа қайта оралды және басқа қызметкерлерге Суа отбасының құрметіне банкет дайындауға көмектесуге дайындалды. Өкінішке орай, оған күтпеген жерден несие акуласы ақшаны қайтаруды сұрады. Өйткені бүгін белгіленген мерзім болды. Хиенаның күдігін болдырмау үшін Донг Чан оны туған күнімен құттықтауға келген шіркеуге барушылар деп өтірік айтты. Ол сондай-ақ Суауларды көрмеу үшін бұл бұзақылардан аулақ болуға тырысты. Өйткені кеше үшеуі бутиктің салтанатты ашылуында Суаны алаңдатты. Кешке Гиена Таюнмен бірге алма бағына баруды жоспарлады. Ол алдымен Дом Тан атасына өтірік айтуын өтінді. Сондықтан ол еш кедергісіз дұға ете алады. Бірақ ол атасының көңілін көтергісі келмегендіктен Дон Тан ақыры атасы оққағарының сүйемелдеуімен кешке қатысуға рұқсат бергенге дейін мойындады. Гиена үлкен ынтамен олар таңертең келу үшін түн ортасында кетуді өтінді. Саяхат кезінде ол Донг Чанға туған күніне сыйлық сыйлады. Ол оған қатты әсер етті. Ол Гиенаның өзгере бастағанына және бастапқыдағыдай қатыгез емес екеніне барған сайын сенімді бола бастады. Тіпті жазбаша түрде Гиенаның Донг Чанның тоқтағанын қаламайтыны және шыдамдылық танытуын сұрайтыны айтылған. Ол тіпті жақсы жаққа өзгеруге уәде берді. Сондықтан Донг Чан оның жанында болғысы келеді және оған Тауынды жеңуге көмектескісі келеді. Олар бұл жерге келгенде Хиена біраз көңілі қалды. Өйткені Таун әлі көрінбеді. Адвокат оның түстен кейін келетініне уәде берді. Донг Чан Гиенаның көңілін көтеруге тырысады. Сондықтан ол сапардан ләззат алады. Алма бағында аздап ойнап, оған су шашады. Ұзақ күткеннен кейін кешке қарай Тянь телефон арқылы кешірім сұрап, келе алмайтынын айтты. Сол кезде Тянь әкесінің компаниясының наразылық білдірген қызметкерлермен күресу керек екенін айтты. Ол күні бойы күтті және алыстан тек адвокатқа келуге дайын болды. Бірақ Тянь оның көңілін қалдырды. Нәтижесінде Гиена ренжіп, шексіз ішімдік ішкеніне наразылығын білдірді. Гиена Донг Чанның алдында жылап, феодалдық саяхаты туралы ретсіз сөйлесуді жалғастыруда. Бір сәтке ол Тюнның онымен жай ғана ойнап жүргенін және оның сезімін ешқашан қайтармайтынын түсінді. Гиена өзінің тым аңғал және үмітті болғанына өкінеді. Бірақ оның махаббаты ешқашан өзара болған емес. Ол қонақ үйде болған кезде мас Гиена Донг Тан жалғыз қалудан қорқып, онымен бірге болуын өтінді. Ол күзетшілеріне толық ұйықтағанша кетуге тыйым салды. Алайда шаршаған Донг Чан да таң атқанша қасында ұйықтап қалған болып шықты. Өзі де білмей, шешініп, Гиенаның қасында ұйықтап қалды. Ол көзін ашқан бойда Гиена айқайлап, Донг Чанды оған бірдеңе жасады деп айыптады. Сонымен бірге Гиенаның көңілін қалдырғанына өкінген Таун оны қарсы алу үшін таңертең плантациядағы виллаға келді. Артта қалғысы келмей, әрқашан Таюнға жақын болғысы келетін Суа оның соңынан плантацияға барғаны анық. Жас жігіт бірден Гиенаның бөлмесінің есігін қағып, оны қатты үрейлендірді. Таунның есікті қаққанын түсініп, екеуінде таң қалдырды. Содан кейін Донг Чан ашылмас үшін Хиена аузын жауып тастады.
бұл Таунның оны дұрыс түсінбеуіне себеп болды. Таун есіктің сыртында күтуге тырысса да, Сью кенеттен ішке кіріп, Гиенаның Донг Чанды шкафта жасыруға тырысып жатқанын көрді. Донг Чан кеше түнде бұл түсінбеушілікті түсіндіруге тырысып жатқанда, Хина оған қосылуды өтінді, бірақ ол ақыры ұйықтап қалды. Олардың арасында ештеңе болмады. Олардың бірі. Алайда, Суа бәрібір сенбей, оны бұрышқа бұра бастады. Басқалардан еш айырмашылығы жоқ. Таун жүрегі қатты қызғанса да, оған мән бермегендей кенет суып кетті. Гиена Донг Чанға қатты ашуланып, оны кінәлай берді. Мұны естіген Вейджу Гиенаны қабылдай алмады және әрқашан немере ағасын кінәлады. Гиена оны қуып жетуге тырысқанымен, Тайюн бұл оқиғадан кейін Суа кенеттен өзін жайсыз сезінгенше оған мән бермеді. Түскі ас кезінде Таун өзін еркін ұстады және Гиенаға мүлдем мән бермеді. Шын мәнінде қыз оны атқа мінуге шақыру үшін сылтау іздеуге тырысты, бірақ Таун одан бас тартты. Бұл жағдайды көрген Сью риза болып, Гиенаның таңға емес, есекке көбірек сәйкес келетініне күлді. Жағдай шиеленісіп бара жатқандықтан, Донг Чан шыдай алмады және ақырында Гиенаның Таян үшін осында баруға дайын екенін айтты. Бірақ неге ол түсінбеушіліктен Гиенаны елемеді? Донг Танның көптеген адамдардың көзінше өте ашулы қылығы Гиенаны ашуландырды және ол оны Донг Тан деп атады. Әпкесі ретінде Вейцю үлкен ағасының үнемі Гиенадан зардап шегетінін қабылдай алмайды. Таун мен Донг Чан араласуға тырысқанша, бір-бірімен қатты соғысып жатқан Гиена мен Вейцюге ауысыңыз. Донг Чан әпкесін құтқарады, ал Таун бұл жекпе-жектен Гиенаны шығаруға тырысады. Таун онымен сөйлесуге тырысқанда, ол әлі де көңілі қалғандықтан, қыз бас тартты және кетуді жөн көрді. Өз сезімдерін тыныштандыру үшін, Таун мен Донг Чан оны іздеп абдырап қалғанша, Гиена вилладан біршама алыстап кетті. Олар бүкіл аумақты тінткеннен кейін, Гиенаны бірінші тапқан Таун болды. Қыз әлі де ашулы болып көрінді және оған назар аудармай кетуге тырысты, бірақ кенеттен адвокат оның қолынан ұстап, оны қатты қысып алды. Олардың үйінің сыртында Донг Чан мен Таска олардың құшақтасып жатқанын көрді. Үйге келгенде Гиена Донг Чанға Тайюнмен байланыс орнатуға көмектескені үшін қуанып, риза болды. Бірақ бұл Донг Чанды бақытсыз еткені белгілі болды. Осы уақытта Гиена Таунды бірге кешкі асқа шақырып, атасының өтініші бойынша оны үйіне алып кетті. Таун күлімсіреп, топ президенті оны ресми іс-шараға шақырғанға дейін бұл қарым-қатынас шынымен достық па деп әзілдеп сұрады. Түстен кейін Чанның үйі бейнебақылау камерасында кезекшілікте болған кезде, менеджер Чан оның қасына келіп, оның бұл үйге қандай мақсатпен келгенін және мұнда не үшін келгенін сұрады. Көптеген қателіктер жіберді. Өзінің көп қателік жібергенін түсінген Донг Чан сөйлей алмай, жауап бере алмай қалды. Менеджер Чан табандылық таныта бергенде, Донг Чан ақыры Вейцю мен Вейцюдің анасына өтірік айтуға мәжбүр болғанын мойындады. Өйткені ол оларды алаңдатқысы келмеді. Бұл менеджер Чанның күдігін сейілтіп, тіпті оның жанашырлығын тудырды. Өйткені ол Донг Чанның анасына аурухана төлемдері бойынша қарызы бар екенін білді. Алайда менеджер Чан Висан даяшысына оның қозғалысын бақылауды бұйырды. Сүйіктісі келмес бұрын, қыз Донг Чаннан оның сыртқы келбеті туралы не ойлайтынын сұрады. Оның үстіне, бұл Тионның сүйіктісі ретіндегі алғашқы ресми сапары. Гиенаның енді ата-анасы мен сенімді туыстары жоқ екенін ескере отырып, атасы Техеннен Гиена мен оның заңгерлік кәсібінің бірін таңдауды сұрады. Атасы болашақ күйеу баласының кәсібі оның бизнесіндегі ең үлкен кедергі болғанын қаламағаны анық. Бұған жауап бере отырып, Тянь атасына адал болды. Ол да бас тартпайтынын айтты. Өйткені екеуі де оның өмірінің маңызды бөлігі болды. Тан әлі атасымен сөйлесіп тұрғанда, Хина оны фортепианода ойнап күтіп тұрды. Тан келгенде екеуі романтикалық ән шырқады. Гиена бұған онша шебер болмаса да, Тан күлгенше оны үнемі сынап көреді. Бұл жерден алыс емес жерде Донг Чан олардың жүзіне мұңайып қарап тұрды. Анасынан хабар алған соң, Донг Чанның қарызына алаңдаған Вейджу түсініктеме алу үшін Гиенаның үйіне барды. Ол Донг Чанға қарызын өтеуге көмектескісі келді.
бірақ Дон Чан олар қатты ұрысып қалғанша шындықты жасыра берді. Дүрбелең оқиға орнына жақын жерде болған Енамен Тауның назарын бірден аударды. Көңілі қалған Вей Цю жылап үйіне қайтты, ал Таун оны үйіне шығарып салуды көздеді. Донг Чанның жақсы көрінбейтінін көрген Гиена Вей Цюдің оған неге сонша эмоционалды түрде қарайтынына таң қалды. Мұны нашарлату үшін Донг Чан Вей Цюге зиян келтірдім деп өтірік айтты және оның көңілін жиі қалдырды. Донг Чан өзінің жақсы адам емес екенін мойындағанымен, ол мұны әлі де жоққа шығарады және оның Донг Чанға сенетінін талап етеді. Өйткені ол ең шыдамды қызметші және оны шынымен жеңе алады. Уәде етілгендей, Донг Чан жалғыз акуламен кездесуі керек және бұл жолы ол Гиенаны азғыра алмағанын және жұмыс берушімен ешқашан мұндай әрекетке бармайтынын баса айтты. Бұл батыл естілгенімен, соңында Донг Чан қатты соққыға жығылды және қарсылық көрсетпеді. Содан кейін ол абыржулы күйде Гиенаның үйіне оралды. Донг Чан оған велосипед тебуді үйрету үшін Гиенаға жақындайды. Қыз Донг Чанның неліктен жарақат алғанына таң қалады. Гиенаның мазасыздануына жол бермеу үшін ол бәрі жақсы сияқты әрекет етіп, төбелес ер адамдар үшін жиі болатынын айтты. Бір күні Гиенадан бейхабар, атасы жүрегінің нашарлауына байланысты медициналық тексеруден өтуге кеткен. Шынымды айтсам, ол Гиена кеткеннен кейін оның әл-ауқатына алаңдады. Әсіресе Чанның менеджерінен Донг Чанның жұмыстан кеткісі келетінін білгеннен кейін. Қанша қиын болса да, атасы оны тоқтата алмады. Өйткені ол Гиенаның әрқашан оған ауыртпалық түсіретінін түсінді. Қоштасу қимылы ретінде Донкин бір кездері Гиенадан басқаларға тым көп сенбеу үшін таңғы асты өз бетімен дайындауды бастауды өтінді. Бірақ Гиена немқұрайлы үнмен қызметшілерге оған қызмет көрсету үшін ақы төленетінін айтты. Таң атпай тұрып ол Гиенаға велошеруге қосылды. Екеуі де қуана күлді. Қыз Донг Чанның көмекшісі қызметінен кететінін білмейді. Қоштасып жатқанда Донг Чан, әрине, мисс Гиенаны қолданбай жұмыс берушісінің атын атағысы келді. Өйткені ол енді оның жұмыс берушісі емес еді. Шынымды айтсам, Гиена Донг Чанды жіберуге батылы бармады. Бірақ ол оны тоқтатпады және оны енді көргісі келмейтін кейіп танытты. Донг Чан жұмысын тоқтатқаннан бері Гиена бұрынғы әдеттеріне қайта оралып, бұрынғыдан да нашарлай түсті. Бұл арада Донг Чан гүл сататын дүкенде еш қиындықсыз жақсы жұмыс істейді. Бірақ оның күндері әлі күнге дейін Гиенаға деген сағынышқа толы. Бұл көп өзгерген жоқ. Гиена да солай сезінген екен. Шиаквес Донг Чанды сағынып, Вей Цюдан оның жағдайын сұрайды. Қыз тіпті гүл сататын дүкенге кіріп, Донг Чанмен кездейсоқ өтіп бара жатса кешірім сұрады. Ол Донг Чанның қайтып келуін өтінді, бірақ ол бас тартты. Бұл оны қатты ренжітті және ол гүл құмырасын сындырды. Кангсен Групп директорлар кеңесінің отырысында Гиена елеулі қателік жіберіп, үлкен шығынға ұшырады. Бақытты Гиена жаңа ғана операциялық келісімшартқа отырған сияқты, өйткені сауда орталығы жабылуы керек еді. Өзін кінәлі сезініп, шешімін таба алмаған Гиена ешқандай түсініктеме бермей кетіп қалды. Ол үйге келгенде атасы оны абайсызда шешім қабылдағаны үшін ұрсады. Эмоционалды күйде болған кезде Гиена компанияның істеріне ешқашан қызығушылық танытпайтынын және оның байлығының ешқайсысын қаламайтынын айтып, қарсылық білдірді. Гиена тіпті атасы компанияны Сю отбасына тапсырса, қарсы болмайтынын батыл айтты. Мұны естіген атасы кенеттен жүрек талмасына ұшырап, оны шұғыл түрде ауруханаға жеткізуге тура келді. Шошып кеткен Гиена дереу Таунға телефон соғып, атасының жағдайы нашарлап бара жатқанын хабарлады. Содан кейін адвокат Гиенамен кездесу үшін тікелей ауруханаға барды. Ауруханада жатқан кезде оны президент Канның денсаулығы туралы соңғы жаңалықтарды жариялаған ондаған тілшілер қоршап алды. Бұл жаңалықты көрген Донг Чан дереу ауруханаға барған сияқты. Ол ауруханаға Тауннан бұрын келген. Ол тез арада журналистерді қуып жіберіп, Гиенаны атасының жағдайы туралы әртүрлі сұрақтардан қорғау үшін денесін сыртқа шығарды. Гиенамен кездеспеу үшін Донг Чан оны ғимараттың төбесіне апарды. Бірақ бірнеше минуттан кейін Таян оларды қуып жетіп, бірден Гиенаның жылы құшағын алды. Қызғанғанына қарамастан, Донг Чанның Гиенаның бақытын жіберуден басқа амалы қалмады. Оның тапсырмасының орындалғанын сезген Донг Чан кетпекші болды.
бірақ Тан оны тоқтатуға тырысты және Донг Чаннан бұрынғыдай Генаға қарауды жалғастыруын өтінді. Ол Таунның қоштасып, үйіне қайтуға берген кеңесін елемеді. Бірақ бұған дейін Донг Чан Тауннан Генаға қарауды өтінді. Өйткені ол атасының ауруына байланысты күйзеліске ұшырады. Менеджер Донг Чанның қатысуын ешқашан ұнатпаса да, бұл жолы оның рөлінің басынан бастап қаншалықты маңызды екенін түсінді. Донг Чан атасының Америкада емделуге мәжбүр болғаны туралы хабарды естіп, Донг Чаннан жұмысқа қайта оралуын өтінді. Түні бойы Донг Чан ол жаққа оралғысы келмейтініне күмәнданды, өйткені ол өзін азаптауды жалғастыра алмады. Ол Хеннің қарыздарын өтеу үшін нысанаға алынғанын қаламады. Бірақ ол не істей алды? Донг Чан немересінің жағдайына алаңдаған атасының өтінішін жоққа шығара алмады. Донг Чан жұмысқа қайта оралғанда, атасы ақыры тынышталып, шетелге кете алды және ол Хенаға оның орнына президент директор болып тағайындалуын тапсырды. Ол Донг Чанға Генаға компания мәселелерінде әрқашан көмектесуге кеңес берді. Өйткені ол сенуге болатын жалғыз адам. Ақырында Донг Чан Хенаның үйінде бас күтуші болып жұмысқа қайта оралды. Бүгін ол туралы ерекше бір нәрсе болды. Ол басқа қызметшілер сияқты қара пальто киетін. Дегенмен Донг Чан ақ түсті киім киген. Бұл оның жағдайының бұрынғыға қарағанда жоғары екенін көрсетеді. Шынымды айтсам, Гена өзін бақытты сезінеді, өйткені оның қызметшісі қайтып келді. Бірақ екінші жағынан, ол Донг Чанның неліктен жұмыстан кетуге шешім қабылдағанына таң қалды. Донг Чан қатты дауыспен Геналарды шынымен жақсы көретінін және оның жағдайына алаңдайтынын айтты. Алайда, сол кезде Хена бұл әзіл деп ойлады және ол Донг Чанның қызметші ретінде жұмыстан кетуін қаламады. Ол компанияның қиындықтары туралы ойлағысы келмегендіктен, бүлінген қыз өз орнына қайта оралып, кеңседен кеткісі келді. Донг Чан оны қолына алып жүруге мәжбүр болғанға дейін және оған сәйкес киім ауыстыруды сұрағанға дейін. Донг Чан тіпті кеңседе маңызды кездесу өткізуге келіскенше, оны өзімен бірге сүйреп жүрді. Донг Чанның көмегінің арқасында Гена директорлар кеңесінің отырысын сенімді түрде басқарып, атасының орнына президент директор қызметін атқарды. Генаның болуы Джолганы есеңгіретіп тастады. Өйткені ол басынан бастап Джолганың орнына президент болатынына сенімді болды. Геналардың болуына режиссерлер ғана таң қалған жоқ. Сью мен Вейджу мұны естігенде үнсіз қалды. Тіпті Вейджу да жұмыстан шығып, анасының дүкенінде жұмыс істеуге бел буған кезде Донг Чан неліктен қызметші болып жұмысқа қайта оралуға дайын екеніне бірден таң қалды. Донг Чан қайтып оралу себебін Хенаға емес, атасының өтініші бойынша түсіндіреді. Бірақ ашуланған Вейцю бұл сылтауды қабылдамайтын сияқты. Жұмыстан кейін бойжеткен жалғыз акуланың кеңсесіне кіріп, Донг Чанның қарызы 100 миллион вонға дейін өскенін білгенде шошып кетті. Несие акулаларының бірі оған Донг Чанның Генаны сәтті азғырғаннан кейін қарызын өтеуге уәде бергенін айтты. Бірақ ол осы уақытқа дейін өз миссиясын аяқтай алмаған болып шықты. Донг Чан пайыздық мөлшерлеменің көтерілуіне байланысты алданып қалды деп есептейтін Вейджу заңгерлік кеңес алу үшін Таиландтың заң кеңсесіне жүгінеді. Ол жерге келгеннен кейін жігерлендіретін жауап таппағаны белгілі болды. Сондықтан ол 100 миллион вон қарыз алуды шешті. Тюн өзін кінәлі сезінді, өйткені оның ақшасы көп болмағандықтан, оның өзі емес, оның отбасы бай екенін түсіндірді. Көңілі қалған Вейджу мас болып, сөйлесе бастағанша ғана ішімдік іше алады. Таун Донг Чан және Генаның сүйемелдеуімен қыз тіпті үлкен ағасының бір кездері түнгі клубта кәсіби биші болып жұмыс істегенін айтты. Оның Генаны ұнатпайтыны анық болды. Ол жақын арада үлкен ағасына қол Гена болуды тоқтатуға көмектесетінін айтты. Мұны естіген Донг Чан кешірім сұрап, қызды үйіне алып кетті. Бірақ Вейцю одан бетер ашуланды. Өйткені Донг Чан оның сезімін ешқашан түсінгісі келмеді және жалғыз акулалар қорқытқан Генаны өзінен жоғары қойды. Екінші жағынан, Таюнның Донг Чан мен
гиенаның жақындығына қызғанышпен қарайтыны анық. Бір кездері ол атасы күткендей гиенамен тең болу үшін ата-анасына жақындауды ойлаған. Осы уақытта Донг Чан үйлестіру жиналысының алдында гиенаға қажеттінің бәрін дайындады. Уақытша жабық сауда орталығын ашу туралы келісімге қол қойылғаннан кейін гиена бренд елшісі және сауда орталығының басшысы болып тағайындалады. Ол Дон Кен ұсынған компанияны басқару бойынша барлық кітаптарды зерттей бастады. Гиена сонымен қатар өзіне ұнайтын нәрселердің тізімін жасады. Өйткені ол жақын арада жұртшылық арасында трендтер болады. Келесі күні таңертең Конг Санг тобының кеңсесінде Донг Чанмен кездесу алдында гиенаны жігерлендіріп, тұсаукесер кезінде оның сенімділігін сақтауға үйретті. Бірақ іс-шара басталар алдында ол досымен кездесуге рұқсат сұрады және ол аяқталғанға дейін қайтып оралуға уәде берді. Ол кетер алдында гиена одан кабинетінде қалдырған құжатын алып кетуін өтінді. Алайда Донг Чан олармен кездескенге дейін кеңседе жалғыз акулалар болғаны белгілі болды. Шамасы, олар гиенаға Донг Чан туралы барлық құпияларды айтып берді. Әйел кенеттен оны шапалақпен ұрғанша. Гиенаның Донг Чанға тигізген шапалағы оны үш жалғыз акуланың жақындап келе жатқанын байқаған Суаның қысымынан қорғау әрекеті болды. Олар сондай-ақ гиена мен Суаға сол кездегі бутиктің салтанатты ашылуы кезінде Донг олардан Чаннан гиенаның мазасын алуды және Донг Чан кейіпкер ретінде әрекет еткендей сценарий жасауды сұрағанын түсіндірді. Алайда олар бір-бірін дұрыс түсінбей, ақыры Суаны мазалады. Полицияға хабарлағысы келген Суаның әрекетін болдырмау үшін, бірақ гиена оған араласуға үзілді-кесілді тыйым салды және бұл мәселені шешуге уәде берді. Өйткені Донг Чан оның қызметшісі. Суаны жібергеннен кейін гиена ақыры Донг Чан туралы, оның ішінде оның қарыздары мен бұрынғы эстрада әртісі ретіндегі кәсібі туралы бәрін білді. Тіпті Тайдың да есеңгіреп көңілі қалды. Алайда гиена Донг Танның алдында өзін надан етіп көрсетті. Ол сондай-ақ өсімқорға барлық қарызын өтейтініне уәде берді. Гиена тіпті Донг Чанды шапалақпен ұрғаннан кейін оның бетіне алаңдап, оны өз игілігі үшін осылай істеу керек деп сендірді. Несие акуласымен кездесуді тым ұзақ уақытқа созғанының салдарынан гиена жиналысты басқаруға кешігіп келді. Басшылық күтіп, ақыры бұзылғанша тұр. Донг Чан кездесуді келесі аптаға кейінге қалдыруға кеңес бергенше, олар қызу дауласып жатты. Донг Чаннан көңілі қалған кезде гиена көңілін көтеруге тырысып, жанын тауынға төгіп жіберді. Ол күні бойы онымен бірге баскетбол ойнап, саябақта серуендеп жүрді. Ол сондай ақ неге көптеген адамдар оған үнемі ақша үшін қарайтынын және ең жақын адамдары оның сеніміне опасыздық жасайтынын сұрады. Тайюн оның жүрегін тыныштандыруға тырысты және бұл адамның жақсы себебі болуы мүмкін екенін және байқаусызда гиенаға опасыздық жасауы мүмкін екенін түсіндірді. Тайюнның қанағаттанарлықсыз жауабына сенімсіз болып, гиенасы қызметшілер ұсынатын барлық ыдыстарды сындырып, ашуын үйге шашып жіберді. Ол сондай-ақ тәрелкені лақтырып жіберді. Ал шыны сынықтары құмырсқа құмының бетін жарақаттады. Бүгін гиена бақылаудан шығып кетті, ал қызметшілер оны анықтауға тырысуда. Мұнымен келіспейтін Донг Чан оған сөгіс беруге тырысты. Өйткені гиена дөрекі болмауы керек. Ашуын білдіргеніне әлі қанағаттанбаған гиена барға қарай жүрді. Донг Чанның сүйемелдеуімен, алдымен Тайюнның немқұрайлы көзқарасынан көңілі қалғандықтан қайғысын жасырып тұрғандай кейіп танытты. Бірақ ақырында ол өзінің ренішін Донг Чанға түсіндірді. Ол оған әдейі тек ақша үшін жүгінген. Бұрышта қалғандай сезінген Донг Чан тоңып қалды және гиенаның жалғыз акуладан бәрін үйренетінін күтпеді. Ол Донг Чанды жұмыстан шығарып, оның құпиясын атасына ашамын деп қорқытты. Алайда бұл жай ғана блуф болып шықты. Өйткені гиена Донг Чанды екінші рет жоғалтуға дайын емес еді. Ол Донг Чанның барлық қарыздарын төлеп, несие акулаларын темір тордың ар жағына отырғызғанына қарамастан, бұл адамға бейхабар. Алайда гиенаның көңілін қалдырудың емі жоқ еді. Ол кеңседе түскі ас ішіп отырып, Донг Чанды бұрышта ұстауды жалғастырды. Тайюн мен Вицудің көзінше гиена тіпті Донг Чанды мазақ етіп, оны конгломераттың құлынан гөрі түнгі клубта эротикалық биші рөліне көбірек сәйкес келетін адам деп атады. Вицу мен Хен мұны естігенде ренжіді. Немере ағасы ретінде Вицу гиенаның Дон Танды ашық қорлағанына қатты ренжіді. Бірақ бәрібір оны жұмысқа алғысы келеді. Екінші жағынан,
Таун гиенаны қызметші мен оның арасындағы ерекше қарым-қатынас туралы мазақтай бастағанға дейінде сондай қызғаншақ болды. Бұл арада Вейцзудің қызы Донг Танды жақсы көретінін білетін анасы Донг Тан үйленетін дұрыс қызды табуға тырысады. Оның көзінше Донг Чан өз баласындай болды және ол қызының оны жақсы көруіне жол бергісі келмеді. Енді олар жалғыз акуланың алаяқтық жасағаны үшін түрмеге жабылғаны туралы хабарды естігенде қатты жеңілдеп қалды. Екінші жағынан, Кангсанг групп кеңсесінде гиена тұсаукесер кезінде күрделі мәселеге тап болды. Ол плагиат жасады және өз атын жарнамалау үшін идеяларды ұрлады деп айыпталған. Гиенаны акционерлердің реакциясы толқыны басып, оны басшы ретінде қабілетсіз деп тапты. Бұл Суа мен оның әкесі құрған тұзақ еді. Олар гиенаның идеясын ұрлап, оны бас ұшқыш мәртебесінен айырғысы келді. Оның ақыл ойы абдырап қалған кезде, Чанның үйі әрқашан гиенаның қасында болды және оны соңына дейін күресуге жігерлендірді. Сол күні кешке ренжіген гиена Дом Чан биші болып жұмыс істейтін ойын сауық клубына барды. Гиенаның мас екенін білген соң, Дон Чан оны бірден дөрекі түрде сүйреп апарып, дереу үйіне қайтуын өтінді. Алайда гиена бас тартты және Дон Чанның өте жиіркенішті және оның жанында болуға лайық емес кәсібі туралы айта берді. Бұдан былай шыдай алмаған Донг Чан бірден оны қорлай бастады және оның мұны қандай мақсатпен істеп жатқанын сұрады. Ол тіпті гиенаны сүйгісі келгендей бетін гиенаға бұрды, бірақ гиена жалтаруға тырысты. Ол гиена бай болғанымен, екеуі де толқып кеткеннен кейін, ақыры Хен Донг Чанның қолынан құтылып, қашып құтылғаны туралы жағымсыз ескерту жасады. Қыз алда келе жатқан жүк көлігінің келе жатқанын түсінгенше белгілерді елемей жүре берді. Бақытымызға орай, Донг Чан гиенаны құтқару үшін дер кезінде тез жүгіріп келді. Донг Чан гиенаны жүк көлігінің жолынан сүйреп апарып, үйіне алып кетті. Түні бойы қыз жай ғана ояу армандады, мазалағысы келмеді. Ол тіпті Таунның қоңырауларына жауап бермеді. Бұл оны одан сайын алаңдатты. Келесі күні Джо екеуміз Донг Чанның жоғары деңгейлі еміне әлі де ренжіп, онымен сөйлесуге келдік. Енді Вена Донг Чанның неліктен бұрын эстрада әртісі мамандығын таңдағанын біледі. Ол марқұм анасының ауруханадағы күтіміне ақы төлеудің басқа амалы болмағандықтан, эстрада әртісі болуға мәжбүр болған Донг Чан туралы естігенде өзін кінәлі сезінді. Вейцзу гиенаның оған жамандық жасамауы керек екенін, өйткені Донг Чан оны ешқашан азғыруға тырыспағанын, оның орнына атасы күткендей, оның жақсаруына көмектесуге тырысқанын баса айтты. Вейцзу гиенаның үйінен жаңа шыққан кезде, Таян оны көріп, олардың не туралы сөйлесіп жатқанын білгісі келді. Екінші жағынан, Дон Чан шынымен де анасының қабіріне барды. Ол Хеннаның қызметшісі болып үйренген, бірақ ол үшін уайымдағандықтан жұмысын тастай алмайды. Донг Чан үйге келгенде, гиена оны түні бойы күтіп тұрған болып шықты. Екеуі де өздерін кінәлі сезініп, бір-бірінен кешірім сұрады. Гиена да Дон Чанға бұрынғыдай жаман қарамауға уәде берді. Дон Чан енді оның кесірінен гиенаның басқаларға сене алмайтынын түсінді. Ол шыншыл болғысы келмейтінін мойындады. Өйткені оның бұрынғы жұмысы туралы басқалар білсе, ол қатты ұялатын еді. Ұялғанына қарамастан, ол бір кездері Хенаға деген сүйіспеншілік сезімін бастан өткергенін мойындады. Алайда, қазір Донг Чан одан уайымдамауын сұрайды. Өйткені оның Хенаға деген сезімі әлсіреді. Донг Чан өзінің жағдайын біледі. Өйткені гиенада Таун бар. Бұл арада Таун гиена мен Донг Чанның арасындағы ерекше бір нәрсені сезінуден арыла алмады. Сондықтан ол Вейцзуден жауап іздеуге бел буды. Қыз оған Донг Канның гиенаға деген сезімін айта алмады. Алайда Вейцзу Дун Чанның сезімін болдырмас үшін Тауды гиенаға тез арада үйленуге көндіреді. Кеңседе болған кезде Дун Чан Суаны бұрышқа бұрып, оның барлық алаяқтық әрекеттерін әшкерелеймін деп қорқытты. Оның ішінде гиенаның файлдарын көшіріп алып, оны өз жұмысы ретінде беру. Дон Чан сонымен қатар Вейджудан көшірілген файлды қарап шығуды және оны қажетті уақытта ашуға дайын болуын сұрады. Бұл арада Тян үлкен ағасы қонаққа келгеннен кейін
қуанышты хабарды алды. Бұл жолы оның үлкен ағасы жаппай жұмыстан босату жауапкершілігін өз мойнына алуды ұйғарды. Ал Тайюн партиясының мүшесі қорғаушы болды. Оның үлкен ағасы бір кездері інісі мен гиенаның қарым-қатынасы туралы сұрағанның бәрі емес, Таун серіктесін ата-анасымен таныстыру үшін үйіне әкелуін өтінді. Мұны естіген Таун гиенаны қонаққа шақыруға келісті. Ал қыз оған күріш шарларын жасауды үйреніп жатқаны белгілі болды. Әңгіменің ортасында Тайюн гиенаға Донг Чанға сенбеуді ұсынды. Ол сондай ақ, егер олар үйленсе, оның өмірінде Донг Чанның рөлін атқаратынын баса айтты. Осындай байыпты шешіммен Таан тіпті сүйіктісіне үйлену үшін ең әдемі сақинаны таңдады. Донг Чан гиенаға жұмысына көмектесіп жатқанда, қыз Донг Чанның туған күніне сыйлық купонын қашан сатып алатынын білгісі келді. Өйткені оның мерзімі аяқталуға жақын қалды. Алайда Донг Чан өзінің өтінішін әлі шеше алмады. Өйткені ол келесі күні Вейджаны сапарға шығарып салу үшін бір күн демалуды жоспарлаған болатын. Донг Чан уәдесін орындап, Вейджуды ойын-сауық саябағы арқылы өткізіп, өзіне ұнайтын нәрсені сатып алғысы келеді. Донг Чан мұны істегісі келеді. Өйткені Вейджу әрқашан өзі қызмет ететін хиенаға қызғанышпен қарайтын. Олар серуендеуді ұнатқаннан кейін Вейджу Донг Чанның тоқтайтынын және иенаның отбасымен бірге тұра беретінін білгісі келді. Донг Чан президент шетелде ота жасатып жатқанда, оның әлі де көптеген міндеттері бар екенін нық айтты. Донг Чанның сөздері Вейцудің көңілін қалдырды. Өйткені ол әрқашан Донг Чанның ол ондай емес фильмінен құтылатынына үміттенген. Донг үйге келе салысымен, Вейцу күтпеген жерден оның соңынан еріп, оны бірден құмарлықпен сүйді. Ол оған әдепсіздік танытқаны үшін шын жүректен кешірім сұрады және Донкинді шынымен жақсы көретінін және олар туған ағалары сияқты болса да, оған мән бермейтінін айтты. Жақын жерде гиена Донкин мен Вейцудің сүйіспеншілігін байқады, бірақ ол ештеңе білмейтіндей кейіп танытты. Ол ұзақ уақыт болмаған соң, президент Конг ақыры Америкадан оралды. Алайда, тәуекел тым жоғары болғандықтан, үлкен жиынға операция жасалмағаны белгілі болды. Атам Хайина компаниясының президенті директорының инаугурациясына арналған іс шара өткізгісі келеді. Шынымды айтсам, гиена оның кенеттен тағайындалуына қатты таңғалды. Дегенмен, Донг Чан оны жігерлендіреді және ынталандыруды жалғастыруда гиена Кангсан тобының мұрагері болуға қабілетті және лайықты. Донг Чанға ертеңгі инаугурация іс шарасында өнер көрсету үшін материалды жаттауға рұқсат етілді. Осы көптен күткен күні акционерлер барынша дайындықпен келді. Әсіресе өте әдемі ақ көйлегін киген гиена. Оның сұлулығын көргенде оның келбеті Донг Чанды жаулап алды. Толқуды сезген гиена кенет орнында қатып қалды. Донг Чан оны тез және қатты құшақтап алғанша, екеуі де өздерін жайсыз сезінді. Сезімдерін бақылап, тек басқа жаққа қарай алды. Іс шара басталмас бұрын, әрқашан гиенаның жанында болған Донг Чан оған мәтінді үйренуге көмектесті. Оның қобалжығаны сонша, ол тіпті стақанын тастап, саусағын жарақаттап алды. Ал Донг Чан оны бірден қолға алды. Айна алдында тұрған гиена оның сөзін айтты ма деп сұрады. Донг Чан кетпей, оның қасында қалуы керек. Күтпеген жерден гиена атасы қайтып келгеніне қарамастан, Донг Чаннан қасында болуын өтінді. Донг Чан жауап бермеді. Ол жай ғана күлді. Ол хиена өтінішіне келіспей қалды. Бұл арада Донг Чанның гиенаға соншалықты мұқият болғанына қызғанышпен қараған Вейцу бірден Тайюнға барып, кеше сұрағандай гиена мен Донг Чанның қарым-қатынасы туралы бәрін айтып берді. Жүзі мұңға толы Вейцу Донг Чанның қарызын өтеу үшін бастапқыда гиенаға тұрмысқа шыққысы келгенін түсіндірді. Алайда уақыт өте келе Донг Чанның жүрегіндегі махаббаттың шынайы болғаны сонша, ол оны қорғағысы келді. Тіпті Вейцу қазір Донг Чанның сүйіспеншілігін бірте-бірте ұмыта бастағанын, өйткені гиена Таунды таңдағанын баса айтты. Мұны естіген Таун кенеттен эмоцияға беріліп кетті. Бірақ ол әлі жалғасып жатқан кезде іс шараға қатысуға тырысты. Бұл арада алғашында қобалжыған гиена кенет оптимистік көзқараста болып, оның өнерін тамашалаған Донг Чанның қолдауына ие болды. Лонг мырзаның көптеген кедергілері мен қорлауына қарамастан, өзіне сенімді Хена Кансен тобын бұрынғыдан әлдеқайда жақсырақ етуге уәде берді. Хена жеңіс тұғырынан түскенде, атасы бұған наразылық білдірді. Өйткені ол оның қабілеттері тексерілмегенімен, оны шамадан тыс және тым сенімді деп санады. Дегенмен,
Хиена атасын компанияның міндеттерін орындауға қабілетті екеніне сенуін жалғастыруға көндіруге тырысады. Ашуын баса алмаған Таун Донг Чанмен бетпе-бет келіп, оның бетінен ұрды. Ол шынымен де Гиенаны қорғай алады деп ойлаған адам, оның артықшылығын пайдаланғысы келеді деп күткен жоқ. Ол Донг Чаннан Гиенаны дереу тастап кетуін және оның алдына енді ешқашан шықпауын қатты өтінді. Көп ойланғаннан кейін, өзін кінәлі сезініп, Донг Чан құлықсыз келісіп, көп ұзамай жұмыстан шығуға уәде берді. Екі адамның шиеленіскенін түсінген соң, бұл туралы олардан сұрады. Бірақ Донг Чан ешқандай түсініктеме бермеді және бәрі жақсы екенін айтты. Келесі күні ол қызметке кіріскенде Джолгу мырза басқа директорларды шақырды. Ол Гиенаның өз міндеттерін толық орындауын және жаңадан ашылған сауда орталығында сатылымын арттыруды талап еткісі келді. Тіпті Гиена да одан құтыла алмады және құлықсыз келісті. Сондықтан ол Донг Чанмен және оның командасымен бірге жұмыс істеуге мәжбүр болды. Өйткені күткен мақсатқа жету әлі де қиын. Гиена сатылымды арттыру үшін бірнеше филиалдар мен алдыңғы қатардағы сатып алушыларға ақша төлеу арқылы қысқартуды шешті. Ол атасының қандайда бір арам ойынға күдіктенбеу үшін өз ақшасын әдейі пайдаланған. Гиена атасына Гиенаға деген шынайы мақтаныш сезімін сезінгенше және компанияны немересіне бекер сеніп тапсырмағанына сенгенше бизнесін кеңейту туралы үнемі хабарлап отырды. Осы уақытта отставкаға кетуге уәде берген Донг Чан Гиенаны төбеден күннің батуын тамашалауға шақырады. Ол да қоштасқысы келеді. Донг Чан өз қателігін түсінді және ол үшін Тайюн Хиенадан аулақ болуын өтінген өзімшіл адам емес. Чанның үйінің жүрегі қазір шынымен тыныш және ол Вейцюге жақын арада анасының гүл сататын дүкеніне оралатынына сендірді. Хиеннің сезімін қорғау үшін жүрегі ауыр болса да, Гиена ақыры Донг Чанның отставкасын қабылдады. Ол түні бойы мұңайып, ер адамның суретін қарай берді. Келесі күні Таун Гиенаны гауһар тасты сақина тағуға дайындалып жатқан сәнді мейрамханада бірге кешкі ас ішуге шақырды. Таун өз сезімін білдіріп, Гиенаға тезірек үйленгісі келетінін айтты. Бірақ Гиенаның реакциясы мүлдем күтпеген болды. Қыз Тайюнның ұсынысын қабылдамады, себебі ол соңғы кездері тым бос емес және әлі үйленуді ойламаған. Гиенаның бас тартуы шынымен де Таунның жүрегін жаралады және екеуі кенеттен ыңғайсыз және бейтаныс сезінді. Қатты ренжігенін сезген Гиена есінен танып қалғанша барда мас болып, оны лақтырып жіберді. Бардың қызметкері Донг Чанмен байланысқа шықты, ал оның бұрынғы оққағары оны үйіне дейін алып жүруге мәжбүр болды. Гиена шынымен де қиын жағдайға тап болды. Алғашында сүйген жігіті оған үйленуге ұсыныс жасағанда, Гиена одан бас тартты. Өйткені қазір оның жүрегі тек Донг Чанға деген сүйіспеншілікке толы. Гиенаның жетістіктерінде бірдеңе дұрыс емес екенін сезген Джилонг ханым мен Суа ақыры заң бұзушылықтардың дәлелдерін таба алды. Бұл жолы Гиена алдап, бәрін атасына айтып шағымданды. Бұл жаңалықты естіген президент Конг қатты ашуланып, ақыры Гиенаны үйінен қуып жіберуге шешім қабылдады. Ол сондай-ақ Гиенаның осы уақытқа дейін пайдаланған барлық артықшылықтарын жойды. Бұл қызметшілерге заттарын жинауға көмектесуге тыйым салған президент. Енді Гиенада ештеңе қалмады. Тіпті оның барлық несие карталары өшірілген. Гиенаның өмірі әбігерге түсіп, мақсатсыз қаңғып жүруге мәжбүр. Қызметші оны тоқтатуға тырысқанымен, бұл жолы президент Кан немересіне абайсызда әрекет етпеу үшін сабақ беруге бел буды. Гиена бірінші дәрежелі қонақ үйде тұруға тырысты, бірақ оның картасында ақша болмағандықтан кіре алмады. Оның тек 3-ші кластағы тұрғын үйді жалға алуға мүмкіндігі болды. Оның ыңғайлылығы стандарттан әлде қайда төмен. Келгеннен кейін бірнеше сағат бойы қыз ашығып, иісі шықпады. Гиена Таунға қоңырау шалғысы келді, бірақ ол келмеді. Өйткені ол кеше оның ұсынысынан бас тартты. Гиенаның дәл қазір сене алатын жалғыз адамы Донг Чан. Алайда Хайна онымен араласқысы келмейді. Өйткені ол енді оның қызметшісі емес. Оның сөмкесінде Гиена ұйықтап қалғанша ләззат алатын кішкентай ғана бөтелке ликер бар еді. Бірақ Гиена көзін ашқанда, ол кенеттен Донг Чанның бөлмесінде болды. Ал ер адам оны оятты деп кім ойлаған? Гиена оянып,
өзін Донг Чанның бөлмесінде тапты. Ол кеше түнде Донг Чанға қоңырау шалғаны туралы ештеңе есінде жоқ. Ол қатты мас болып, қонақ үйде жалғыз өзі қорқыныштан жылап отырды. Донг Чан гиенаны үйіне қайтуға көндіруге тырысады, бірақ қыз бас тартады және атасының шынымен ашуланғанын және оны қабылдағысы келмейтінін мойындайды. Донг Чан гиенаға стресстік жағдайларда ішімдік ішуді әдетке айналдырмауға кеңес береді. Және ол міндетті түрде Тиан сияқты жақын адамымен байланысып, түнеуге қауіпсіз орын табуы керек. Келісудің орнына гиена бас тартты және досының үйінде қалуға уәде берді. Ол түні бойы аштық сезімін басып, таңертең Донг Чаннан тамақ ішуді өтінді. Екінші жағынан, Сохоның пікірін тыңдағаннан кейін, Таун ақыры гиенадан осындай қолайсыз уақытта оның сезіміне жауап беруін сұрағаны дұрыс емес екенін түсінді. Таун қызды атасы қуып жібергенін және оның тоқтайтын жері жоқ екенін естігенде қатты таң қалды. Мазасыздықтан Таюн ақыры гиенаны іздеп, оның жол жиегінде Донг Чан чемоданын сүйреп бара жатқанын көрді. Бұл жолы Донг Чанды өзінің құмарлығымен көргеніне қуанғанына қарамастан, Таун кешегі қателігі үшін кешірім сұрауға тырысты. Бұл өте өзімшіл болды. Таун гиена онымен қауіпсіз жерде қалғысы келеді деп үміттенді. Бірақ гиена оның өтінішін қабылдамай, алыстап кетуді жөн көргені белгілі болды. Өйткені оның Таюнға деген сезімі бұрынғыда емес еді. Күні бойы гиена қайда барарын білмей, мақсатсыз қаңғып жүрді. Ол бұрын Таянға қатты құмар болғанымен, уақыт өте келе гиена адвокаттың ең қолайлы баспана емес екенін түсінді. Оның Чанның үйіне оралудан басқа амалы қалмады. Бірақ ол жерде болуды шынымен жек көрді. Осы уақытта менеджер Джангпен жаңа ғана кездескен Донг Чан шындықты білгенде қатты таң қалды. Осы уақыт ішінде атасы Америкада болған кезде оған ота жасатпады. Өйткені оның жасына байланысты оған көп уақыт қалмады. Оның немересін қуып жіберуінің себебі ренжіген жоқ. Ол Хина қайтыс болғаннан кейін ешкімге сенбей, тәуелсіз және тұрақты өмір сүргенін қалады. Менеджер Джин Донг Чанға Хинаға өз бетінше өмір сүруге көмектесуге кеңес берді. Өйткені ол президент Хан сенетін жалғыз адам. Донг Чанның немересіне ұрысып, оған күнделікті үй шаруасымен айналысуын айтса, атасы қарсы емес, өйткені ол дәл осылай үміттенеді. Тайон гиенаның онымен бірге барудан бас тартқанын айтқаннан кейін, Донг Чан күні бойы кеңсесінде және қаланың әртүрлі бөліктерінде гиенаны іздеді. Түнде үйіне қайтып келе жатқан гиенаны тапқан бойда, Донг Чан ақыры оны қуана қарсы алды. Ол басынан бастап гиена мен адвокаттың арасында жаман нәрсе болған болуы керек деп күдіктенген. Келесі күні таңертең Донг Чан гиенаны қаражатқа сүйенбей-ақ өз бетінше өмір сүруге мәжбүрлеу миссиясын бастады. Бұл жолы ол оған ханшайым сияқты қарамады. Оның орнына сыпыру, кір жуу, тіпті дүкен аралау сияқты үй шаруасымен айналысуын өтінді. Донг Чан гиена оның үйінде болғанша, ол жай ғана бос отырмай, жұмыс істеуге дайын болу керек деп кеңес берді. Тегін тамақтаныңыз, қайғысын сейілтудің жолын тапқандай. Веджу да Хинаға көмекші ретінде қарай бастады. Ол одан барлық қалың көрпелерді қолмен мұқият жууды өтінді және Хинадан отбасының басқа мүшелеріне ауыртпалық түсірмеу үшін тамақ дайындауды үйренуін өтінді. Қыз, неліктен Кансен тобындағы адамдар Хина Америкаға демалысқа ұшып кетті деп ойлайтынына таң қалды. Бұл кезде Хина қызметші болуға мәжбүр болды. Хинаның Кансен тобынан кеткені туралы хабар Суа мен оның отбасын қуантты. Олардың өздеріне сенімді болғаны сонша, президент директор қызметін атқаратын Джолга болатын. Гиенаның Донг Чанның үйінде екенін білген соң, сапар барысында олар жеңілдеп қалды. Ол өзінің өте бұзылған жұмыс берушісінің қазір үй тапсырмасын орындауға, тіпті ыдыс аяқ жууға дайын екенін өз көзімен көргенде, ол одан сайын мақтана бастады. Кунг Хина апайдың көзінше өзінің қазіргі жағдайына шағымданды, бірақ әйел атасы оны әлі кешірмейінше, оны ұстап тұру үшін оны қолдай берді. Гүл сататын дүкенде болған кезде, Хина әлі де абайсызда әрекет етіп, гүл құмырасын еш өкінбестен сындырды. Донг Чан оған өз қалауынша істемеуге кеңес берді. Өйткені ол енді ханшайым емес, жұмыссыз қыз. Донг Чан гиенаға сатушы болып жұмыс істеуді ұсынды, бірақ қыз әртүрлі сылтаулармен бас тартты. Екінші жағынан, Таун гиенаны гүл сататын дүкенде кездестірді. Ол кешірім сұрап,
Генамен татуласқысы келді. Таун оны құшақтап алмақ болды және енді дөрекі болмауға уәде берді. Ол шынымен өкінеді және Генаның әлі де Донг Чанмен бірге екенін көргенде эмоциялары мен қызғаныштарын басқара алмайды. Өзінің махаббаты жауапсыз Таюнмен бірдей тағдырды бөлісетінін сезген Вейцзю адвокатты ынтымақтасуға және сатқындық үшін Генадан кек алуға көндіруге тырысады. Алайда Таун бас тартты, өйткені ол Генаға кек сақтамады және одан да маңызды деңгейге көтерілгісі келді. Содан кейін Таун атасынан батасын сұрауға рұқсат сұрады. Ал атасы Таунның отбасы немересін туған қызындай жақсы көретін болса, келісті. Ақырында қызды Таунның ата-анасы сәнді мейрамханадағы банкетте таныстырды. Бірақ Таунның ата-анасы оны шынымен жақсы көрді. Кездесу кезінде Гена күйзеліске ұшырап, тезірек кеткісі келетіні белгілі болды. Ол өзін өз эмоцияларының құрсауында қалғандай сезінді. Оның денесі осында еді, бірақ жүрегі Донг Чан туралы ойлай берді. Әңгіме арасында қыз Донг Чанның жаңа ғана апатқа ұшырағанын білгенде кенет кешірім сұрады. Гена еш ойланбастан ауруханаға барып, Донг Чанның беті мен қолынан бірнеше жарақат алғанын білді. Донг Чан өзін жақсы сезінсе де, Гена қатты уайымдап жылап жіберді. Гена Донг Чанды көру үшін болашақ туыстарымен кездесуден әдейі қашып кеткенін ашық мойындады. Күтпеген жерден Гена дүрбелеңмен Донг Чанның ернінен сүйді. Ол аң-таң болған соң, Донг Чан еңкейіп, Генаның ернінен сүйді. Енді екеуі де бір-біріне деген сезімдерін мойындаудан тартынбайды. Әйел ретінде Донг Чан әрқашан оның барлық қажеттіліктерін қанағаттандырады. Гена оның назарын аудармай тұра алмайды. Енді ол тіпті Таюнмен қарым-қатынасын үзіп, жүрегін Донг Чанға беруге дайын. Донг Чан абсолютті шындықты айтқанына қарамастан, Гена өзін және Донг Чанды ер адаммен бақытты болғысы келетініне сендіруге тырысады. Бұл оның өз таңдауы. Әзірге Донг Чан оның өмірін жарқын әрі бақытты ете алатын жалғыз адам. Саяхат бойы бұл екеуі енді қол ұстасып, бақытты күлімсіреп, көпшілік алдында сүйіспеншіліктерін көрсетуден тартынбады. Тіпті үйде де олар бір-біріне өте жақын болып көрінді және олар подъезде ұйықтап қалғанша түні бойы сөйлесті. Гена Донг Чан туралы, оның туған күні, хоббиі және қан тобы туралы ақпаратты іздейді. Дене бітімінің нашарлығына байланысты Донг Чанның түні бойы қызуы көтеріліп, Гена оған шыдамдылықпен қарады. Қарапайым үйінде үнемі еркелететін ханшайым бірте-бірте сүйіспеншілікке толы қамқор қызға айналды. Ол тіпті ешкімнің көмегінсіз үй тапсырмасын орындай алды. Оның жағдайы одан әрі жақсарған бойда, Донг Чан Генаны мектепке шақырып, қабырғаға сурет салатын суретші болып жұмысқа орналасты. Гена алғаш рет байлық артықшылығынсыз жұмыс істегені үшін жалақы алды. Өз бақытын білдіру үшін Гена өзінің алғашқы жалақысын Донг Чанға қалпақ пен алқа түріндегі сыйлық сатып алуға жұмсады. Алқасын мойнына тағып жатқанда, Гена одан қандай жағдай болса да, оны ешқашан тастамауын өтінді. Бұл арада Генаның Донг Чанның жағдайына көбірек алаңдайтынына ренжіген Тхен барда ішімдік ішіп отырып, ашуын шығаруға тырысады. Ол шынымен де Генадан көңілі қалды, бірақ ол олардың қарым-қатынасын одан да маңызды деңгейге көтеруді шешті. Теон өзінің барлық қайғы қасіретін Вейджумен шын жүректен және терең бөлісті. Ол да солай сезінді. Өйткені Донг Чан оны үнемі назардан тыс қалдырды. Таун алғаш рет өзін өзі бақылауды мүлдем жоғалтты. Ақырында ол ішімдік ішіп, есінен танып қалды. Ал Вейджу оны мотельге апаруға мәжбүр болды. Қыз қоштасуға дайындалып жатқанда, әлі мас күйінде тұрған Таун кенеттен оны ұстап алып, құшақтап алғаны белгілі болды. Генаның атын айқайлап, Таун Вейцзюді өз өмірінің махаббаты деп қателесті. Олардың арасында ештеңе болмағанына қарамастан, Вейцзю тым көп ішкендіктен жүрегі айнып қалған Таянмен бірге үйіне бармауға мәжбүр болды. Ол адвокаттың жүрегі қаншалықты жараланғанын қыз онымен ажырасуға шыдай алмайынша түсінді. Келесі күні қыз Хенге Генаны ұстауды жалғастыруға және кедергілер туындаса да, оны ешқашан жібермеуге кеңес берді. Бір күні ол Таюнның мұрагер ханзада екенін айтып, оны жұбатты.
ол Донг Чаннан гөрі Гиенамен бірге болуды жөн көрді. Жас заңгер абдырап қалды және сонымен бірге Вейцзудің мәлімдемесіне ренжіді. Шынында да, оның мансабы Донг Чанмен салыстырғанда анағұрлым жарқын. Бірақ ол әлі де даяшыдан жеңіліп қалуы мүмкін. Өзін тыныштандыру үшін таян демалыс күндерін бір кездері Гиенамен бірге болған фермада серуендеп өткізді. Ол жердің әр бұрышын зерттеді. Бұл оның жүрегі оны мақтайтынын еске салады. Осы уақытта Вейцзу өз үйінде Донг Чан мен Гиенаны ресми қарым-қатынастары үшін құттықтауға уақыт бөлді. Алайда ол үлкен ағасына егер Донг Чан жарақат алса және Гиена үшін өзін құрбан етуге мәжбүр болса, ол ешқашан келіспейтінін еске салды. Үйдегі күнделікті жұмысының ортасында Гиена әлі де өзі басқаратын әмбебап дүкенде сатылымның өсуін бақылаумен айналысады. Гиена сауда орталығының қазір қарқынды дамып келе жатқанын білгенде қатты қуанды. Бұл ақпаратты естіген Донг Чан дереу президент Канға бұл Гиенаның бірте-бірте өзгеріп жатқанын, оның бұрынғыдай өзімшіл емес екенін және өз үйінде тәуелсіз өмір сүруге тырысатынын көрсететінін айтты. Ол сондай-ақ Гиена енді қиындық тудыратын эмоционалды қыз емес, кез келген жұмысты орындау үшін өз бетінше өмір сүргісі келетін еңбекқор жас әйел екенін айтты. Атасы немересін мақтан тұтады және Донг Чаннан немересін үйіне қайтаруға дайындалуын өтінді. Гиенаның қайтып келуіне дайындалып жатқанда, Кун апай ертеңгі директорлар кеңесінің отырысына киетін Гиенаға арналған кеңсе киімдерінің пакетін алып келді. Осы уақытта Джолга мырза Гиенаны қорлаудың жолдарын іздеп, атасына тәлімгерлік етуді жалғастырды. Ол Гиенаны шеттету мәселесіне тереңірек үңілуге мүмкіндік алды. Атасы оны сөгіп, Джога өзі үшін маңызды емес нәрселерге тым көп араласады деп шешкенше, бұл арада оның өзі ешқашан өз жұмысын оңтайлы атқарған емес. Бұл ғана емес, Джилонг Донг Чанның жеке басын жасырын түрде тергеп жатқаны белгілі болды. Әдеттегідей, Донг Чан Гиенаны жұмысқа кетер алдында жігерлендірді. Осылайша ол өзін жақсы жағынан көрсетіп, өзіне сенімді бола алады. Директорлар кеңесінің отырысы бастала салысымен, Джогу басқа директорлардың назарын өзіне аудара бастады. Ол проблемалардан қашып бара жатқан Гиенаны таңдап алды. Атасы мен директорлар кеңесінің алдында Джога Гиена мен оның қызметшісінің арасындағы ерекше қарым-қатынас туралы айтты. Ол бұрын эскорт болып жұмыс істеген. Жағдай шиеленісе түскен сайын, Гиена конференц-залдан Донг Чанға қарай жүгіріп шығып, оны жүгіруге шақырды. Белгілі болғандай, атасы бәрін бұрыннан білетін және бұл олар үшін қауіпті болар еді. Гиена оны сүйреп әкетпек болғанда, Донг Чан атасына бәрін түсіндіргісі келеді. Алайда, Гиена үшін түсініктемелер мағынасыз және уақытты босқа өткізетін сияқты. Өйткені журналистер оны қоршауға дайындалып қойған. Содан кейін екеуі де тілшіден қашып, ақыры Сеулден біршама алыс орналасқан жағажайға серуендеуге келісті. Гиена үшін қашу қиындықтан құтылудың ең қауіпсіз жолы болды. Екеуі де әдемі жағажайға жеткенше саяхаттап жүргенде қатты қуанып, оның жанындағы шағын бөлмені жалға алуды ұйғарды. Гиена, егер Донг Чан онымен бірге болса, атасының сәнді жайлығынан алыс өмір сүре алатынын айтты. Жағажайда Гиена толқындармен ойнап, олардың беттерін құм жолағына бояды. Олар қашып жүрсе де, Гиена күлімсіреп, бұл бақытты еркін сезінді. Түнде қонақ үйдің екі бөлмесін жалдап тұрған Донг Чан олармен қоштасып, көрші бөлмеге ұйықтауға кетті. Алайда Гиена Вандит Донг Чаннан оған қосылуын өтінді. Ол матрац дайындап жатқанда, ол кездейсоқ Гиенаның денесіне құлап кетті. Ал қыз Донг Чанның сүйісуіне жатуға дайындалды. Бірақ, шамасы, Донг Чан бұған жол бермеуге бел буып, қонақ үйден шығып кетті. Ол өмірінде қиын шешім қабылдауға тырысып, дилеммамен күресіп жүрген болып шықты. Келесі күні жаңа ғана оянған Донг Чан Гиенаның таңғы ас дайындауға соншалықты ынталы екенін көріп таңғалды. Ол Донг Чанның тәтесі дайындаған сүйікті тағамы кимчи сорпасын ынтамен дайындайтын. Дәмі өте тұзды болса да, Донг Чан Гиенаның шеберлігін әлі де жоғары бағалап, аман қалу үшін аспаздық дайындықтан бас тартпауға кеңес берді. Гиена жағажайда ұзағырақ ойнағысы келгенде және кландарды қуыруды жоспарлағанда, Донг Чан оның орнына оны Сеулге тезірек оралуға көндіруге тырысты. Өйткені ол хан атасының уайымдағанын қаламады. Егер Гиена сенсе, Донг Чан оны Сеулге атасынан олардың қарым-қатынасына бата
батасын беруін өтіну үшін оралғанына сендіреді. Ойланбастан Гиена ақыры өзін өте бақытты сезініп, Сеулге оралуға келісті. Екінші жағынан, Гиена мен Дон Чан Сеулден қашып бара жатқанда, Вейджи Таюнға барып, олардың қарым-қатынасы туралы тараған жаңалықтарға шағымданды. Дон Чан мен Гиенаның тұрған жерін анықтауға тырысқандардың көңілдері одан сайын күшейе түсті. Өйткені олардың телефондарының ешқайсысы белсенді емес. Уиджирдің ажырасуы қатты ауырды, бірақ Таюнның жағдайына алаңдады. Ол одан да қатты күйзеліске ұшырады. Өйткені ол өзін қызметшіден жеңілгендей сезінді. Вейциу караоке залында мұңды ән айтып, оның көңілін көтеруге тырысты. Ол қызғаныштан Гиенаны жек көретінін ашық мойындады. Ол Гиенаның соншалықты дөрекі және ерекше емес екеніне қарамастан, оны неге барлық ер адамдар жақсы көретініне таңғалды. Белгілі болғандай, Донг Чан Гиенаны Сеулге атасының батасын алу үшін емес, атасына немересін Таун мен оның ата-анасымен қайта қосуға көмектесу үшін шақырған. Қонақ үйге келген соң, Донг Чан қоштасып, бір сәтке кетіп қалды. Бұл Гиенаны екеуінің арасында қалғандай сезінді. Атасы мен Таюн отбасының болуы. Бұл кездесуде Таюнның атасы мен ата-анасы үйлену күнін тез арада белгілеуге келісті. Атасы да бұл қауесетті тоқтату үмітімен осылай жасады. Гиена үйлену жоспарынан бірден бас тартты. Бұл түйіт Таюнның ата-анасын қатты ашуландырып, көңілін қалдырды. Атасының көзінше ол Донг Чаннан басқа ешкімге үйлене алмайтынын мойындады. Алайда оның атасы бұл идеяны үзілді-кесілді жоққа шығарып, бұл мүлдем мүмкін емес екенін айтты. Атасы Гиена оның тыйымын бұзуға батылы барса, оның тұқымынан бас тартамын деп қорқытты. Онымен ойнап жүргенін сезген Гиена гүл сататын дүкенде болған Донг Чанмен кездесуге асықты. Ол оны бірден ұрып жіберді де, Донг Чанның неге оған өтірік айтуға жүрегі бар екеніне таңғалды. Гиена мұның бәрін Таюн ойлап тапты деп күдіктенді. Бірақ Донг Чан мұны жоққа шығарды және мұның бәрі оның келісімімен болғанын мойындады. Олар мұны мұқият ойланбастан жасаған жоқ. Өйткені мұның бәрі оның игілігі үшін болды. Донг Чан оның және Гиенаның бірігуі екіталай екенін айтады. Өйткені Гиена өзіне тең келмейтін адамға тұрмысқа шыққанда ғана зардап шегеді. Эмоцияға бой алдырған Гиена қонақ үйде тұруды ұйғарып, үйіне қайтудан бас тартты. Менеджер Янг Донг Чаннан Гиенаның тұрған жерін анықтап, оның қайтып келуін сұрауын өтінді. Оның атасы алаңдамайды. Олар Гиенаның бөлмесіне жеткенде, Донг Чан оны үйіне апармақ болды. Бірақ қыз қыңырлықпен бас тартты. Тіпті Донг Чан туралы полицияға, билікке хабарлаймын деп қорқытты. Ол Донг Чанға деген терең сүйіспеншілік сезіміне бой алдырғаннан кейін Гиенамен ойнайды. Өйткені Донг Чан өзін Таюнға беруге шешім қабылдады. Көзіне жас алған Гиена, егер ол Донг Чанмен бірге өмір сүре алса, бар байлығын тастап кетуге дайынмын деп ант берді. Гиена атасының енді оны немересі ретінде мойындамайтынына тіпті мән бермеді. Оның жұмыс берушіге деген терең сезімі болса да, Донг Чан өзінің жағдайын түсініп, кәсіби түрде әрекет ету үшін барын салды. Және ол қызметші болып қала беретінін білдірсе де, оның жанында қалатынын нық айтты. Донг Чан Гиенаға қонақ үйден тез кетуді ескертті. Өйткені Джейннің менеджерлер тобы оны алып кетуге дайын болды. Донг Чан қонақ үйден кетуге нық шешім қабылдады. Оның басындағы дүрбелеңмен күресті. Бірақ соңында ол енді өзін өзі алдай алмады және Гиенаның бөлмесіне оралды. Содан кейін қызды қатты құшақтады. Донг Чан Гиенаны сүйе береді және екеуі де құмарлықпен ғашық болуға дайын. Әдемі түнді бірге өткізгеннен кейін, Гиена келесі күні таңертең Донг Чанмен бірге бір көрпенің астында оянды. Содан кейін олар кездесуді жалғастырды. Бақытты және жайбарақат қаланы аралап, кафеде ерекше сәтті тамашалады. Бұл қызықты болғанымен, ақыры екеуі де аталарымен бетпе-бет келіп, одан бата сұрауға келісті. Ол батасын тікелей бермесе де, дегенмен, президент Ком да бұған қатаң тыйым салмады. Өйткені оған әлі де Донг Чанның Гиена жанында болуы керек еді. Бұл арада менеджер Чан мен Кун апай атасының түсініксіз қылығына таң қалды. Атамның Донг Чанды қалай ұстау керектігі туралы басқа жоспары бар екен. Сондықтан Гиена бұрынғыдай қайтадан қашып кетпеу үшін. Ол сондай ақ Гиена басқарушы директор болып бекітілгеннен кейін Донг Чанды немересінен шынымен алыстатады. Сол күні Гиена Кан Сен тобындағы жұмысына қайта оралды.
ал Дун Чан оның барлық қиындықтарын жеңуге көмектесті. Гиенадан бейхабар атасы Донг Чанға олардың қарым-қатынасын ешқашан құптамайтынын ашық айтты. Өйткені бұл оның соңғы жылдар бойы салған компаниясының беделіне үлкен нұқсан келтіреді. Атасының шешімін түсінген Донг Чан мұны құпия ұстауға тырысады және ештеңе болмағандай гиенаға романтикалы әрекет етуді жалғастырады. Кеңседе болған кезде Донг Чан мырзаны ұзақ уақыт бойы қорқытып, оның гиенаға зиян келтіруге бағытталған әрекеттері туралы атасына хабарлаймын деп қорқытты. Осы қорқыныштан Джолга мырза гиенаны бұрышқа қоюды қойып, оның жұмысын қолдауға уәде берді. Таун гиенамен кездесіп, кеше болған оқиға үшін кешірім сұрамақ болды. Ол оған сезімін ұялатты. Таун енді жүрегін аша бастады және гиенаға шынымен жақсы көретін адамын таңдауға мүмкіндік берді. Олар ерлі зайыптылар ретінде бірге бола алмаса да, Таян гиенадан рұқсат сұрады. Осылайша олар сезімдерін қозғамай дос болып қала алады. Вей Цзю де Донг Чанның гиенаны таңдағанын мойындады. Ағасы риза болған кезде, ол Донг Чанға үйінде қалған гиенаның заттарын жинауға көмектеседі. Таун мен Вей Цзю бір-біріне жақындай түсуде, Вей Цзюдің қатысуымен Таун өзінің гиенаға деген сезімінен арылғанын және өзінше бақытты болғысы келетінін мойындады. Демалыс күндері атасы гиенаны бамбук саябағына серуендеуге апарды. Бұл жолы атасы гиенаның Донг Чанмен қарым-қатынасын құптамады. Атасы гиенаны отбасының тұқымынан дереу алып тастаймын деп қорқытты. Гиена атасының айтқанынан қорықпады және кедейлікте өмір сүруге тура келсе де, Донг Чанды таңдау туралы шешіміне берік болды. Мұндай сынақты күтпегендіктен, атасының жүрегі кенет ауырып, кенет әлсіреп, оны ауруханаға апаруға тура келді. Қатты өкінішпен Хена атасының аурухана төсегінде жатқанын көріп, әлсіреп, денсаулығы қалпына келгенше, оның барлық өтініштерін орындауға уәде берді. Оянғаннан кейін атасы оған қоңырау шалып, гиенаның Донг Чанға үйленуіне тыйым салуын өтінді. Ақырында гиена атасының өтінішін орындау үшін махаббат сезімін біржола қоюды шешті. Қыз атасының қабылдаған шешімін жеткізе алмай, көз жасын тия алмады. Алайда, бәрін білген Дон Чан ақыры Хена екеуі романтикалық қарым-қатынастарын шынымен тоқтатуы керек екенін мойындауға мәжбүр болды. Үйдің барлық қызметкерлері ауруханадан үйге келген атасын қарсы алды. Уәде етілгендей, атасы қайтып келгеннен бері Гиена әрқашан оның жанында болды және оған үлкен берілгендікпен қарады. Өзінің қарбалас кестесіне қарамастан, Гиена Дон Чанды ешқашан ұмыта алмайды және ол туралы үнемі хатта жазады. Дон Чан гүл сататын дүкенде жұмыс істеді, ал Кан оған Кан мырзаның ауруханадан оралғанын және оның жағдайы жақсармағанын айтты. Өйткені ол тек көмекпен жүре алады. Мүгедектер арбасы туралы Дон Чан хан мырза немересінің бақыты үшін ұзақ өмір сүреді деп үміттенеді. Ол сондай-ақ оған атасының сенімі үшін ризашылығын білдіріп, оны үйінің қызметкерлерінің бірі етіп тағайындады. Олар Хенамен кездескенде, олардың ешқайсысы үндемеді де, жай ғана кетіп қалды. Атасына қонаққа келген кеңес мүшелерінің алдында Гиена өзін жақсы ұстады және директорларды оның мұрагері болуға лайық екеніне сендіруге тырысты. Атасы жағдайының нашарлап бара жатқанын сезіп, менеджер Чан мен тәтесіне келіп, Гиена кеткеннен кейін де оның күтіміне адал болуға кеңес берді. Алайда, Кел апай да Гиенаның өзіне де, менеджерге де емес, Дон Чанға да мұқтаж екенін түсіндіруге тырысты. Өйткені бұл жолы Гиенаның жаман әдеттерін жақсы жаққа өзгерткен Дон Чан болды. Осы кезде Вей Цзю Таунға жақындап, Гиена мен Дон Чанды қайта біріктіруге көмек сұрады. Олар круиздік кемеде романтикалық кездесу өткізбекші. Алайда шындық күтпеген болып шықты. Гиена мен Дон Чан қатыса алмаған сияқты. Өйткені олар өзен жағасында кездесіп қалған. Жоспар күтпеген жерден тоқтатылғандықтан, Вей Цзю мен Тян круиздік кемеде тұрып, бірге уақыт өткізіп жатыр. Хиенаның туған күнінде қызметкерлер оған тосын сый жасады. Қыз жақсы адам болғысы келді және атасы ұзақ өмір сүреді деп үміттенді. Ол Донг Чан үшін дұға етуді ұмытпады
өйткені оның махаббаты ешқашан өзгермеген. Келесі күні гиена тағы да атасымен аулада отырды. Күлімсіреп, атасы гиенаға өзі қалағандай бақытты өмір сүруді бұйырды. Соңғы демін шығармас бұрын, ол гиенадан көрпе әкелуін өтінді. Гиена қайтып келгенде, олар атасының ұйықтап қалғанын түсінді. Үмітсіз күйде гиена зиратта отырды. Оның жанында Донг Чанның бар екенін сезді. Донг Чан гиенаның денесін және оның тыныштандыратын құшағын ақырын құшақтады. Атасы қайтыс болғаннан кейін гиена айтарлықтай жетілді. Бір күні ол басқарманың барлық мүшелерін Америкаға кету жоспарын талқылау үшін шұғыл жиналысқа шақырды. Гиена компанияны басқаруды жалғастыру үшін оқу бағдарламасын аяқтағысы келетіні белгілі болды. Кетер алдында гиена Джолга мырзадан оны уақытша бас директор етіп ауыстыруын өтінді. Әуежайға барар алдында гиена Донг Чанға бұрынғы қызметшісінің дереу соңынан еру үшін жаңалықты айтты. Бұл жолы Донг Чан гиенаны жіберіп алмай, оның кетуіне тыйым салады. Донг Чан гиенаның үйінде өзінің жеке қызметшісі ретінде қалады. Бейнеде олардың болмашы нәрсе туралы дауласып жатқанын көруге болады. Ақырында гиена Донг Чанның ернінен бірнеше рет сүйіп, оны көндіруге тырысты.